Сәлеметсіздер бе? Мен Емелмет клиникасының дәрігер-гинеколог маманы Жадыра Нұрмұханқызы боламын. Бізде Емелмет клиникасында 24/7 365 күн дәрігерлер қабылдайды, гинеколог дәрігерлер де қабылдайды. Кез келген уақытта таңғы мезгілде, кешкі мезгілде, түнгі мезгілде бір жағдайлар мазалайтын болса, дәрігер-гинекологтың мамандардың көмегіне жүгіне аласыздар. Ең жиі біздерге келетін қыз-келіншектердің шағымы ол жыныс жолдарының қышу, қабыну, қандай да бір бөліністерінің болуы деген сияқты. Бұның барлығы көпшілігі қабынуға байланысты, шырышты қабатының, жатыр мойын эрозиясы болуына байланысты әртүрлі қабынулармен ұзақ уақыт бойы емделуге жүре береді. Және оның салдарынан қандай да бір асқынуларға, тіпті жатыр мойнының рагына дейін апаруы мүмкін. Ұзақ уақыт бойы қаралмай, жылдар бойы емделмей жүре беретін жағдайлар болады. Болмаса өздері үйден интернеттен қарап, бір қандай да бір емді жасауға тырысып көреді, бірақ ол сәтсіз болуы мүмкін, тиімсіз болуы мүмкін, уақытша ғана сізге көмек көрсететін нәрсе болуы мүмкін. Арасында толыққанды ем алып, дәрігерге қаралып тұрған дұрыс болады. Сол кезде сіз дәрігерге қаралу барысында қандай да бір өзгерістерді анықталып жатса, оны дер кезінде емдеп, үлкен бір асқынулардың алдын алуға мүмкіндік болады. Жатыр мойны қатерлі ісігі жас таңдамайды. Бұрындары осыдан 20-30 жыл бұрын тек 40 жастан асқан, 50 жастан асқан үлкен жастағы әйел адамдарда кездесетін болатын. Қазіргі таңда жас қыздарда да, 16-18 жастағы қыздарда да кездесіп жатады. Оның себебі неде? Ерте жыныстық өмір бастау, жиі кездесетін папиллома вирусын жұқтыру. Ол ешқандай симптомдар көрсетпейді. Папиллома вирусы ұзақ уақыт бойы адамның организмінде, ағзасында жүре береді, және уақыт өте келе жатыр мойынның қатерлі ісігін апаруы мүмкін. Сондықтан жыныстық өмір бастаған болса, әсіресе жасөспірімдер кәмелеттік жасқа толмаған жастада да жыныстық өмірді бастап жатады. Ондай жағдайда ата-анасының мұқият болғаны дұрыс, және ата-анаңызға айта алмайтын болсаңыз, тіпті болмаса ата-анаңызға жаныңызда үлкен адамдардың сүйемелдеуімен дәрігерге келіп, тексеріліп қаралып тұрған дұрыс болады. Бүгінгі таңда біз жасөспірімдерді, балаларды, барлық жастағы әйел адамдарды қарай береміз. 24/7 біз есігіміз ашық, келіңіздер, көмек көрсетеміз. Анализдердің, бізде өткен тексерулердің бәрінің қорытындысы тексерілген адамның тек өзінің жеке кабинетіне немесе жеке номеріне ғана жіберіледі. Басқа адамдар ол ақпаратты көре алмайды. Сондықтан ақпараттың құпиялылығы сақталу сапасы жағынан ешқандай қауіптенудің қажеті жоқ. Тек қана қандай да бір шағымдар болып жатса, ұялмай, ұзаққа созбай, ерте дер кезінде келіп қаралуларыңызды өтінемін. Құрметті қыз-келіншектер, біздің сұлу қыздарымыз, сіздерге менің маман ретінде айтарым, еш нәрсе мазаламаса да, жылына бір рет міндетті түрде гинеколог дәрігердің қаралуына, кеңесіне келіп қаралып тұру керек. Егер жыныстық өмір бастаған болсаңыз, онда бәлкім жиірек келу керек болады. Бірінші алғашқы қарау барысында дәрігер гинеколог қандай да бір өзгерістер анықтайтын болса, ары қарай келесі қабылдауға қашан келу керек, қаншалықты тексерілу керек, соның бәрін міндетті түрде тексереді, айтып береді, түсіндіреді. Соған сәйкес өзіңіздің денсаулығыңызға мұқият қарап, дәрігердің тағайындауларын, нұсқауларын орындап, өзіңіздің денсаулығыңызды күткеніңіз дұрыс болады.